Сәлем достар, сіздермен бірге асхана әлемі. Бүгін каналымда менің ең сүйікті әрі өте жеңіл жасалатын шығыс тәттілері атты пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Шұңғылды ыдысқа електен өткізілген ұн, қант және қамыр қопсытқышын салып араластырамыз. Содан соң жұмыртқа және үй температурасына сармай немесе ерітілген сармайды қосып, қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Алдын ала дайындалған ыдысымызға қамырымызды салып, қолымыздың көмегімен формаға келтіреміз. Формаға келтіріп болған соң, алдын ала жуылып, пешімізде кептірілген жаңғақты салып, оны қолымызбен уақтаймыз. Және мейізімізді саламыз. Қойытылған сүтімізді үстіне құйып, 180 градусқа қызып тұрған пешімізде 20-25 минут пісіреміз. Барлық ингредиенттердің пропорциясын описаниеде қалдырамын. Мінекей біздің керемет пирогымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша сіздерге пісіруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған асхана әлемі. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.